Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осы фрезелин арқылы осындай қағаз болады ғой, бір жағы клей емес. Осындай фрезелин арқылы құрақтарды қалай тез жасауға болатынын үйреткім келіп отыр. Мен ол үшін осындай 50 сантиметр, 50 сантиметр осындай не алдым. Фрезелинді кесіп алдым. Өлшеп отырғаным жоқ. Осылай былай бөлдім, былай тіп-тіке бөлдім. Соны ручкамен осылай сразу былай сызып алдым. Бұның өлшемі әрбір 4 бұрыш 12-де 12,5 сантиметр болды. Және де өзіме осындай картоннан осындай лекала сызып алдым. 12-де 5 қылып. Содан осындай мынаны бүйтіп санағанымда былай 4 16 4 бұрыш болады екен. Сондықтан да үйде қандай маталарым бар, сондай маталардан алып, осындай қылып 4-тен қиып алдым. Тағы қайда менің? Мынандай осындай маталардан қиып алдым. Менде осындай штапель маталар көп, бұрынғы көйлек тіккендерден қалған. Енді осыны мына клей жағына қаратып, бұны клей жағымен де сызып алсаңыз болады. Бұл бәрібір ар жағынан сызсаңыз да мінекей сызығы көрініп тұр. Енді осыны қойып шығамыз осылай. Түп-түзу қылып қойып шығамыз. Қалай қойғыңыз келсе де өзіңіз білесіз. Мына клей беті мына жағында тұрады. Мына жағы клей емес. Мына жағы мінекей клей жағы жалтырап тұр. Сосын әртүрлі қойып көрейік. Мына бұрышына қояйық. Мына бұрышына. Былай қояйық. Бұны әрқайсыңыз енді өздеріңіздің фантазияңызға қарай қоя бересіз. Так, бұны былай қойсам болмайтын сияқты. Ашығын былай қояйын. Көкті былай қояйын. Так. Мынаны былай. Осылай. Былай тұрсын да. Осы бірін былай келтірейік. Осылай. Так, біреу екеуін ұшу. Енді мынаны қай жағына қоямыз. Келіспей қалды. Былай. Бүйтіп қойсақшы. Төрттен қойғанда келіп тұру керек. Былай.
жасыл былай кетеді, мына сарғыш былай кетеді, басқалары екектен осылай тұрады. Осындай алып көрдім. Бұны әртүрлі алып қоя беруге болады. Мен сізге бұның бұл матаға ешқандай қатысы жоқ. Сіз өзіңіз білесіз, қандай матадан қойсаңыз да. Трикотаж қоясыз ба, шелк қоясыз ба. Бұл жерде мен просто тігудің тәсілін көрсеткім келіп отыр. Қалай тез әрі оңай осы төрт бұрыштарды машинкасыз көбіне әйтеуір осылай клейменен қоса қоятын тәсілді көрсеткім келіп тұр сізге. Мінекей осындай қылып қойдым, бәрін бірдей қылып, ешқандай ашық жерін қалдырмай, осылай қылып жасадым. Просто қойып қойдым үстіне. Осылай қойып болғаннан кейін жайлап, осындай қылып үстіне былай жайлап жауып, қозғалып кетпейтіндей қылып, утюгпен басамыз. Утюгпен жүргізбейміз, басамыз. Осыны әбден дұрыстап қазір басып алайын тағы да. Ұстаттым тек. Қараңызшы, бәрі күшті ұрып басыла қойды. Жіптерін шығып кетеді чуть-чуть. Алып тастаймыз. Енді осындай мына жағы 5 сантиметр
ұзынша қылып осындай лента жасап алдым. Енді оны да қазір сізге не істейтінімді көрсетемін. Бұны жақсылап үтіктеп аламыз. Қосқан жақтарын ашып, бәрінде үтіктеп. Бұнымен осылай және осылай қылып. Қазір үтіктеп аламын барлығын осы ленталардың. Мынандай қылып үтіктеу үшін ұзына бойына осындай қылып, мынандай шетіне бір шетін осындай кішкентай ғана тергішпен қадап аламын. Осындай қылып, енді осылай тартып тұрып, оңай үтіктей беремін. Солай жасасаңдар ыңғайлы болады. Қылдық. Енді сізге көрсетейін деп тұрғаным. Мына жағы немізді аламыз. Осыны аламыз да. Енді мен осылай әрнесін мыналарды осылай жауып шығамын. Осылай жабамын. Бұлай тігіп шығамын. Енді осыны да түп-түзу тігу үшін де өзіміздің жұмысымызды оңайлатуға болады. Бұны жасасаңыз да болады, жасамасаңыз да болады. Осындай бір паутинка болады, осындай. Екі жағы да клей. Сонымен мен жабыстырып аламын. Осындай қылып. Осымен бірдей қылып қиып аламын да. Жайлап. Осының үстіне жабыстырамын. Түп-түзу қылып қоямын. Осындай қылып. Енді осылай бір шетінен бастап, мінекей, осылай үтіктің көмегімен басып шығамыз. Так, кішкене дұрыс емес жасадым. Жайлап істеу керек екен. Осылай. Асықпай түзеулеп. Егер бұл паутинкаңыз болмаса, түйреуішпен қадап, тігіп ала қоясыздар. Өзімнің жұмысымды осылай жеңілдеткім келді. Осының үстінен сосын тіге қоямыз.
жабыса қалды. Осыны қиып аламыз. Тағы да осылай жабыстыра береміз. Жуылып алайық. Мынадай ленталарын кеме ортасына осылай ғана тек өтектей қойдым. Ортасы тігілмеген ешқандай. Енді осыны былай жабыстырып шығамын, тағы да осылай. Мінекей, барлығын осындай алып үтіктеп алдық. Енді қазір бұның арты мынандай болып тұрмау үшін бұны да енді барынша өзіме жұмысымды жеңілдеткім келіп, бұларға да паутинка жасап артына салатын матасын үтіктей қоямын. Бұл паутинка деген базарда апарсам шалбардың балағын тіккенде, көйлектің етегін бүккенде өте ыңғайлы. Тіпті асығып баратсаңыз да осымен үтіктеп алып кете бересіздер. Азғандай да жабыстыруға болады. Өзіме жеңіл болсын деп көбірек жабыстырып жатырмын. Енді мынау асты болады. Так. Бұны да осылай үтіктеп жабыстырып аламыз.
Бұны тез жасауға болады. Мен видеода жайлап көрсетіп тұрмын. Бұның ішіне жаңа синтепон салуға да болады. Бұл тек идея сіздерге көрсетіп тұрғаным. Қалай түп-түзу осылай тігуге болатынын көрсеттім сіздерге. Қазір бәрін де машинкаға тігіп аламын. Осыны қазір тігемін. Енді осының да екі жағынан тігіп шығамыз. Шетінен ғана тігемін. Осындай болып шықты. Енді айналасын түп-түзу қылып қиып аламыз. Бұндай қылып тіккеннің бір жақсысы 50 сантиметр қылып алдық. Сол 50 сантиметр болып қалды. Көрдіңіздер ме? Мұрсатты тігесіз. Тіке болмай қалады деп қорықпайсыздар. Бәрі де жабысып тұр. Ыңғайлы өте. Видеом ұнаса лайк басыңыздар. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіздер. Қазақша
дамуына үлес қосыңыздар. Келесі видеоларында тағы да басқа осындай құрақтарды оңай әрі тез тігу жолын үйретемін. Мінекей, көрдіңіздер ме, қандай әдемі болып шықты. Мынау арты. Бұның мына екі ортасына синтепон салғанда да болатын еді. Мен сол салмаппын, сол салып та көрсетемін сіздерге. Қараңызшы, қандай өте. Бұдан осындайдың тағы біреуін жасап, ендіде жастық тіккенімді көрсетемін сіздерге. Қараңыздаршы, өте аккуратный, түзу, тіп-тіке болып шықты. Келесі видеомда кездескенше қош сау болыңыздар. Мынау міне дайын болған түрі. Өте жақсы, аккуратный болып шықты. Мынадай дөңгелектерін однотонный қылсаңыз да өте әдемі болатын түрі бар. Мынау мінекей арты. Елуге елу болып шықты. Қайырлы күн баршаңызға. Алдыңғы видеомда мен осындай негіз тіккенмін основы. Мінекей, мынандай бір қабаты. Одан фрезелин жабыстырдым. Одан осындай төрт бұрыштарды осыған клеевый фрезелинге утюгпен басып, осылай бар тіккенім тек осы мына жолақтарды ғана тіккенмін. Енді мен ол кезде просто идея осылай жасауға болады деп көрсеткен болатынмын. Енді мен осы тіккен дайындап қойған құрағымнан жастық жасағым келіп тұр. Ол үшін мен осындай тағы да фрезелин алдым. Осылай. Және де осындай фрезелин алдым. Енді мен оны қазір сізге көрсетемін, қалай жастық қылып тігетінімді. Бірақ бұл жолы мен ана жолы тек қана осындай бір мата ғана жабыстырғанмын. Енді бұл жолы менде қолда не бар, сонымен жасаймын. Мінекей осындай синтепон қалған екен азғантай. Осыны жабыстырамын. Және мынаны осылай жасаймын. Және де мынаған синтепоным болмады. Менде үйде бір көне келмей жатқан не болып еді. Бір жылы осындай флистен толстовка болып еді. Өзі сондай жұқарып қалған. Соны қосып, осылай қылып, бұны да жабыстырамын. Менде осындай бір көне пододеяльник болған, сол көп нәрсеге жетіп жатыр. Осыны осылай. Мен мына синтепонды мына фрезелинге жабыстырмаймын деп шештім. Өйткені қазір утюг десек, ол жесткий қатты болып тұрады. Осыны қазір осылай сырып көрсетемін. Ол үшін мына фрезелинге қазір сызамын. Енді қазір ал мынаны жабыстырып аламын да. Қазір бұны утюгпен жабыстырайық. Осыны утюгпен жабыстырып аламыз. Екі утюгтың үстіне де осы пододеяльнигімді қолданамын. Өзі өте жақсы. Қиыла береді, жыртыла береді арқайын. Флисті бұған жабыстырып аламыз, фрезелинге.
сіздермен бірге қазір ары қарай не болатынын да біліп тұрған жоқпын. Жайлап осылай істің барысында осылай жасай қоямын деп ойлап тіге беремін. Әйтеуір жастық тігемін деп ойлап тұрмын. Оны қандай зор болатын әлі ештеңеге шешкен жоқпын. Мүмкін қазір құрақ қылармын сыртына. Қазір көрсетемін, оны сіздермен бірге жасаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыз. Қандай болып шығатынын өзім де білмеймін. Әдетте тігіп болып, содан соң көрсететін едім. Осылай міне қалай бар, солай көрсетіп жатырмын сіздерге. Мен бұны мынандай қылып синтепонды мына жаққа дейін жеткізбедім. Не де болса, осы мата жағын қосып көрейін. Осыны әдем алып сызып көремін. Ештеңеде сызбай, қандай матам бар, сонымен жұмыс жасаймын деп шештім. Кішкентайды. Маталарымды бәрін өтіктеп алып, жайлап тігемін. Мен не де болса өтіктеп алдым. Өтіктейін деп шештім. Өйткені мен бұны осындай қылып құрақ қыламын деп ойладым. Артында жабыстырып алайық. Көп былай кетіп қалмау үшін сығынтай ғана ортасына да істеп жіберейін. Болды. Енді осыны өтіктеп аламыз. Синтепоны бар ішінде. Синтепоны енді кішкене неде болса жатып қалатын болды. Маған осылай ыңғайлы болайын деп тұр. Мына жағын да жабыстырып алайын. Енді осындай қылып ортасына бір любой неден бастайық. Так, қайтем былай. Осылай жасай берейін. Осындай қылып түйреп аламыз. Ортасынан бастап осылай. Енді қандай болсын матаменен тіге береміз. Осылай бастап тіге берейін. Мынаны тіктім, былай қарай өтіктеп тастадым. Енді осылай қалай жатады мата, солай тіге береміз. Енді былай тіге берем. Мінекей тіктік. Былай артығын алып тастаймыз.
осылай қылып үтіктей қоямыз. Енді тағы қандай маталар бар? Үлкендеулер қалған екен. Бұндай затты совсем кішкентай заттардан да істей беруге болады. Үлкендеу қылып алайын. Осылай. Бұлай кәстіге қоямын. Менде пока осындай болып жатыр. Қандай мата бар қасымда, соның бәрінде тек құрастырып тігіп жатырмын. Осылай қалай болса солай істеген қайта маған әдемі болатын сияқты. Неге біреуін істеп болдым. Қандай мата бар, сонымен кішкентайы мен үлкенмен бірге қосып жасадым. Осылай. Артығын алып тастаймыз. Мынандай бір бөлшегі болады. Қазір осындай екіншісін жасаймын. Мынаның ортасын кішкене үлкендеу қыламын. Тағы да солай әртүрлі матаны жабыстырып, осылай тігіп по порядку жасай беремін. Әр тігісті осылай үтіктеп отырамыз. Және өзіміздің қалауымызша қиып отырамыз. Енді осылай аламыз қазір. Осылай алып тігіп, осылай қиып үтіктей беремін. Мына тігісті тіктік. Бұны былай қойсақ болады. Бұл жерде қалай қойғыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Осылай жайлап жасай бересіз. Так, ақтан вообще азғантай қалыпты.
Мінекей бәрін де тігіп болдым. Мынау мінекей екіншісі. Қарасаңыздар болады мінекей. Мынау біріншісі. Мынау екіншісі. Мынау мінекей үшіншісі тіккенім. Енді бұны мына жағын мына бір жеріне флисті келтірмей жеткізбей қойдым ғой. Соны осылай қайырып көтектеп тастаймын. Мына жағы мінекей клеевый жағы жабысып жатыр. Мынаны бірдей қыламыз. Бірдей болып тұр. Осыны бүтектеп тастаймыз. Осылай бүтектейміз. Енді былай мінекей. Мынау бірінші тіккенім. Енді осыны былай қоямыз. Мынаны мен қазір тігемін зигзагпенен. Сетінеп кетпеу үшін. Сосын осыны былай қоямын. Және мынаны былай қоямын. Сонда айналдырғанда мынау мінекей сыртында тұрады, мына жағы ішінде болады. Енді осыны төртбұрышты жағының бәрінде осылай. Осы төртбұрыш жағының бәрін, мына жағын, осы бүткіл жерін, төрт жағын бәрінде түгел тігіп шығамын. Мінекей. Зигзагпен тіктім. Мынаның мына жағына қарай осылай қылып тігіп, сосын ары қарай осылай бүге қоямын. Осылай окантовка болады сосын ішінде. Мынадай шеттері жалбырап тұрмау үшін жауып тастаймыз. Мінекей тіктім. Енді соны былай қарай
осындай қылып тіге қоямын. Мінекей шетін тіктім. Мынандай болып тұрады. Мінекей осылай бар жағын түйреуішпен қадап алдым. Қап-қалың болып шықты. Енді бұны менің машинкам алса жақсы. Мына машина менің алса тейік. Бұны негізі сыртына қаратып, сыртына окантовка жасаса да болады. Мен енді соны солай жасауға еріндім енді. Мінекей қатты қалыңдыққа келе жатырмыз. Тігіп болдық, мінекей. Түйреуішінің бәрін алдым. Енді осы бұрыштарын қиып жіберейік. Кішкене қазір айналдырғанда қиындау болмасын. Айналдырамыз. Жастық қабымды да тігіп болдым. Осы бірінші тіккенім. Мынау мінекей арты. Осындай жастық болып шықты. Қараңыздаршы. Әртүрлі қалдық кішкентай маталардан осындай жастық қап тіктік. Енді менің машинам алса, бұның осы айналасын бір азғантайдан бір сантиметр, болмаса сантиметр жарым осылай айналасын тіккім келіп тұр. Осыны тігіп қарайын. Бисмилля. Қалың жерлерінен өтіп жатыр.
Тіктім мінекей. Осылай айналасын бәрін де тігіп шықтым. Енді мына жағы осылай болып шығады. Қазір ішіне толтыратын заттарымды толтырып көрсетемін. Осындай жастық болып шықты. Осындай мінекей кішкентай ғана әртүрлі қиық қалдық маталардан. Бұл енді менде кілең штапель, барлығы штапель. Осындай жастық болып шықты. Екі жағын екі түрлі алдым. Көрдіңіздер ме қандай? Әртүрлі фантазияда жасай беруге болады. Мынандай осындай жастық. Мен бұл видеомда сәл нәрседен осындай керекті дүние шығаруға болатынын көрсеткім келді. Және де оңай тәсілмен осындай фрезелен болса осыған жабыстырып, осы бетін біз тек қана осы жолақтарын ғана тіктік. Соны көрсеткім келді. Мысалға, әртүрлі флис, триколар болсын, футболкалар, толстовкалар. Сондай заттарды пайдаланып, синтепон болмаса, осының ішіне салып тіксеңіз де, жұмсақ жақсы болып тұрады. Және де қабы мықты болып тұрады. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Сіздер қандай тәсілін білесіз? Өзіңізде бөлісіп кетсеңіз болады. Осы қазақша каналдың дамуына үлес қосуыңызды өтінемін. Адам жүре берсең көре бересің деп, әр адамның білетінінен білмейтіні көп. Осылай бір-бірімізден үйреніп жүрейік керекті нәрселерді. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.